Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қайталау. Мәдени мұра бөлімі бойынша алған білімдеріңізді бекітесіңдер. Сегодня у нас урок повторения. Закрепите знания, полученные по разделу «Культурное наследие». Бірінші тапсырмаларыңыз. Қайдан сұрағының мағынасын түсініп, сұраққа жауап бересіңдер. Используя рисунки, ответите на вопрос «Қайдан?» «Откуда?». Өздеріңді тексеріңдер. Проверьте себя. Келесі тапсырмада заттың неден жасалғанын айтасыңдар. В следующем задании вы скажете, из чего сделаны эти вещи. Жауаптарыңды салыстырыңдар, өздерін тексеріңдер. Проверьте себя. Сравните свои ответы. Келесі тапсырмада сызбаны қолданып, затты кімнен алғандарың туралы айтып беріңдер. В следующем задании, используя схему, запишите, от кого вы получили эти предметы. Жарайсыңдар, оқушылар, өздеріңді тексеріңдер. Молодцы. Проверьте себя. Келесі тапсырмада заттың кімдік екенін айта отырып, жалғауды дұрыс жалғап жазыңдар. В следующем задании вставьте нужные окончания формы принадлежности, которые отвечают на вопрос кімдікі, чей, чья. Оқушылар жауап берсеңдер, дұрыс жауапымен салыстырыңдар. Если вы ответили, сравните с правильным ответом. Келесі тапсырма, сұрақтарға жауап бере отырып, сөйлем құраңдар. Следующее задание, отвечая на вопросы, составьте предложение. Тамаша, олай болса, жауаптарыңызды тексеріңіздер, проверьте себя. Келесі тапсырма, қайда, кімге, неге сұрақтарына жауап беретін сөздерге жалғауларын жалғап айтыңдар. Следующее задание. Вместо точек вставьте нужное окончание слов, которые отвечают на вопросы «Қайда», «Кімге», «Неге». То есть «Куда», «Кому», «Чему». Тамаша балалар, өздеріңді тексеріңдер, проверьте себя. Үйге тапсырма, өткенді қайталау. Дома повторите все пройденные темы. Оқушылар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Назарларыңа рахмет.